Ақша билеген қазіргі нарық жағдайында бай бақуатты болсам деп армандамайтын адам кемде-кем. Ал бай бақуаттылыққа қол жеткізудің сенімді бір тәсілі, амалы бұл инвестиция. Яғни айтқанда ақшадан ақша жасау амалы. Осы инвестицияны пайдалана отырып, бақуаттылыққа қол жеткен адамдар өте көп. Шетелдердің тәжірибесін көріп жүрміз. Біздің елімізде де мұндайлар бар, бірақ дегенмен де енді ғана келіп жатыр. Бұл сала кенжелеп қалған. Инвесторлардың арасында мынадай бір түсінік бар: қаржылық тәуелсіздік, қаржылық бостандық деген түсінік бар. Қаржылық тәуелсіздік дегеніміз бұл: егер сіз жұмысыңыздан айырылып қалсаңыз, барлық табыс көздеріңізден айырылып қалсаңыз, бірақ жиған терген ақшаңыздың өсуімен сол арқылы ешқандай қысылып қымтырылмай 3 жылға дейін еркін өмір сүре алатын болсаңыз, онда сіз қаржылық тәуелсіздікке қол жеткен болып саналасыз. Егер сіз жұмыстан айырылып, барлық табыс көздерінен айырылып қалғаннан кейін жиған терген ақшаңызбен 10 жыл және одан да көп уақыт өмір сүре алатын болсаңыз, сіз қаржылық бостандыққа қол жеткізген адам болып табыласыз. Қаржылық бостандық, қаржылық тәуелсіздік деген өкінішке орай түсінік біздің елімізде, әсіресе қазақ тілді аудиторияда онша көп таралмаған. Бұл не екенін көп адамдар біле де қоймайды. Шетелдерде бұл жақсы дамыған. Жиған терген ақшаларын депозиттерге салып қойып, немесе құнды қағаздар сатып алып, жылжымайтын мүліктерге салып, сол арқылы белсенді емес табыс көзін жасап, сол белсенді емес табыс көзі арқылы еш қиналмастан, жұмыс істеместен, әлемді көрікті жерлеріне барып саяхаттап, қыдырып, көңіл көтеріп, өзінің көңілі қалаған іспен айналысып жүретін адамдар көп шетелдерде. Олардың бәрі де қаржылық бостандыққа қол жеткізген адамдар. Қаржылық бостандыққа, тәуелділікке қол жеткізу адамға не береді? Еркін қаржылық жағынан қиналмай, қысылып қымтырылмай, еркін өмір сүруден басқа, қаржылық бостандыққа, тәуелсіздікке қол жеткізген адамдар өзін қоғамда қай жерде болмасын еркін ұстайды. Еңсесі биік болады. Ешкімге тәуелді болмайды. Мен өз басым жұмыс істейтін мекемеде айналамдағы адамдардың көпшілігінің 2-ден, 3-ден, 4-ден кредиттері бар. Олардың жалғыз табыс көздері жұмыстан алатын жалақы. Соған байланысты болу керек, үрей мен қорқынышта өмір сүреді. Бастық бір қаттырақ сөз айтып қалса, зәрелері ұшып, көңіл күйлері түсіп, қатты жабығып қалады. Содан кейін бастықтың көңіл табамыз деп өтірік күліп, өтірік сөйлеп, жағымпазданып жатады. Бұндай әрекетті олар еріктерінен тыс жасайды. Бұндай әрекеттер әрине сырт қараған адамдарға, бір таза адамдарға жиіркенішті қозатын нәрсе, бірақ амал жоқ, күн үшін солай жасауға тура келеді. Бұның бәрі де қаржылық тәуелділіктің салдары. Егер адам қаржылық тәуелсіздікке, қаржылық бостандыққа қол жеткізген болса, ол еңсесін тік ұстап, биік ұстап, ешкімнің алдында басын иіп жалбақтамайды. Еркін өмір сүреді, көңілі қалаған іспен айналысады. Қаржылық бостандыққа қол жеткізудің бірден бір сенімді тәсілі инвестиция деп жоғарыда айтып кеттік. Инвестицияның бір сенімді құралы ретінде депозитті алуға болады. Енді Қазақстанда, біздің елімізде осы депозит арқылы қаржылық бостандыққа қол жеткізуге бола ма деген сауалға келетін болсақ, мынау төменде мен сіздерге қазір назарларыңызға ұсынып отырмын. Вклады банка Казахстана дейді. Қазақстандағы банктердің депозит мөлшері қандай? Ең жоғары деген проценттерді көрсетіп қойыпты. Мынау банк Астана банкі 13-20 теңге береді екен жылына. 13-20%. РБК банкі 13%. Эксимбанк дейді 13%. 12%, 11% мұны төмендей береді. 10% бар, 9% бар. Ең төменгі пайыз
Ресейдің Сбербанкі 7,5%. Міне осындай бір жылдағы өсім пайызы. Егер сіз РБК банкіне мысалы депозит салсаңыз 13%, бір жылда 13%. Миллион теңге ақша салсаңыз 130 мың теңге ақша табасыз. Бір жылда. Ал бірақ ол сіз бірнеше жылға салып қойсаңыз, ол капитализация жасап, арман қарай өсіп отырады. Дегенмен де қазақстандық банктер көріп отырсыздар, проценттері оншалықты жоғары емес, және қазіргі инфляция деңгейі жоғары болғандықтан сіздер банк депозиті арқылы соншалықты бір қаржылық тәуелсіздікке, қаржылық бостандыққа тез арада жете қоямын деп үміттену өте қиын жағдайда. Енді доллармен қарап көрейік, өйткені доллар біршама тұрақты, біршама сенімді. Теңгеге қарағанда теңгенің деңгейі құнсызданып бара жатыр. Биылдың өзінде қанша процент құнсызданып кетті. Енді қарасаңыздар, мінекей банктердің мысалы Home Credit 1%, АТФ банк дейді, бұл да 1%. Халық банкі мысалы, басқа банктерді қарасаңыз 1%-дан артық емес екен. Бәрі 1%. Не айтқанда, сіз өзіңіздің жаңағы ақшаңызды доллармен салатын болсаңыз, онда 1% ғана жылына өсім әкеледі екен. Бұндай 1% өсімменен сіз соншалықты бір көп пайда табамын деп ойлап қоюдың өзі қиын. Осындай жағдайда не істеу керек деген мәселеге келетін болсақ, менде мысалы сіздің назарыңызға Австрияның өнімі болып табылатын Vista деп аталатын есепшотты депозитті ұсынып отыр. Бұл Гермес менеджмент деп аталатын компания, Австрияның компаниясы. Мінекей мынау көз алдарыңызда тұрған 2009 жылдан 2017 жылға дейін. Айтқанда 8 жылдағы осы Гермес менеджмент компаниясының жылдық өсім көрсеткіші. 2009 жылы 11% болса, 2013 жылы 23% болды. Валютамен. Доллармен, евромен салуға болады. 2011 жылы 21%, 12 жылы 18%, 15 жылы 20%, 13 жылы 14 жылы 22%, 15 жылы 24%, 16 жылы 23%, 17 жылы 23%. Биылғы жылда, жыл басынан бері, қазір сол қазіргі деңгейі не қарап, жыл соңына дейін 22, 23, 24%-ға дейін өсім болады деп күтуге болады. Айтқанда, бұл компания көріп отырсыздар, мінекей 8 жылдың ішінде осындай өсім беріп отыр. Жалпы Гермес менеджмент компаниясы 1998 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Айтқанда 20 жылдық тарихы бар. Сондай сенімді қаржылық құрал деп санауға болады. Бұл Vista есепшотын ашу үшін, депозитін ашу үшін ең төменгі салым мөлшері 1100 евро. 1100 евроңыз болса, депозитті ашып алуыңызға болады. 100 евро комиссия ретінде ұсталып қалады да, 1000 евро сіздің есепшотыңызға түсіп, сол жаңағыдай мынадай деңгейде өсім әкеліп отырады. Сіз ақшаңызды кез келген сәтте, кез келген күні, қалаған сәтіңізде шығарып алып кете аласыз. Сондықтан да қаржылық бостандыққа, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткіземін деп алдыңызға мақсат етіп қоятын болсаңыз, осы Vista есепшот сияқты шетелдік валютамен жоғары деңгейде өсім әкелетін құралдарды таңдап алғаныңыз дұрыс болады. Өйткені біздің қазақстандық банктер жоғарыда көрсеттік қой, 13%, ең жоғарысы 13%, 12%, және бұларда көптеген тиымдар бар. Сіз мысалы 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға салуыңыз керек болады. Оны уақытынан бұрын алсаңыз, процентінен алып қаласыз. Тағы да басқа көптеген тиымдар бар. Оны белгілі уақыттарда алып шығара алмайсыз, алып кете алмайсыз. Тұрады сонда банкте.
Ал Vista есепшотында кез келген сәтте, кез келген уақытта қалағанынша ақшаңызды шығарып алып кетуіңізге болады. Егер сізді Vista есепшоты қалай ашу керек, қалай жұмыс істеу керек деген мәселе сізді қызықтыратын болса, осы видеоның астында сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпарат алуыңызға болады.